Ал енді қолдың еркін бұлшықеттері. Оларны 3 бөлімге бөліп қарастырамыз. Иық бұлшықеттері, білек бұлшықеттері, қол ұшы бұлшықеттері. Иық бұлшықеттерінің өзінің алдыңғы топ бұлшықеттері және артқы топ бұлшықеттерінен тұрады. Алдыңғы топ бұлшықеттерінің өзінің беткей терең деп бөлеміз. Білекте де дәл солай беткей терең, алдыңғы бүккіштер, артқы жазғыштар деп бөлінеді. Ал қол ұшының бұлшықеттері сәл ерекшелеу. Олар ортаңғы, медиалды, латералды деп бөлінеді. Ал енді кеттік жеке-жеке қарастырып шығайық. Иық бұлшықеттері олар алдыңғы топ бүккіштер, яғни флексор, артқы топ жазғыштар, экстензор деп бөлінеді. Алдыңғы топ бүккіштерді қарастыратын болсақ, ең алдымен иықтың екі басты бұлшықеті, мускулус бицепс брахи, олардың екі басы болады. Ұзын басы және қысқа басы. Ұзын басы буын үсті төмпешігінен бастау алады, яғни туберкулум супрагриноидали. Ал қысқа басы жауырынның құстұмсық өсіндісі, процессус каракайдеустен бастау алады да төмен қарай бағытталып, екеуі бір сіңірге ұласатын болады. Және де ол кәрі жіліктің бұдырына барып бекиді. Олардың функциясы иық пен шынтақты бүгуге қатысады. Одан кейін құстұмсық иық бұлшықеті, мускулус каракобрахиалис, олар жауырынның құстұмсық өсіндісінен бастау алады, және де тоқпан жіліктің алдыңғы медиалды бетіне барып бекиді. Олардың функциясы иық буын бүгіп, қолды кеудеге қарай тартуға қатысады. Иық бұлшықеттері мускулус брахиалис басталатын жері тоқпан жіліктің алдыңғы 3-2 бөлігінен бастау алады, және де шынтақ жіліктің бұдырына барып бекиді. Олардың функциясы шынтақ жілікті бүгетін болады. Одан кейін иықтың 3 басты бұлшықеті мускулус бицепс, мускулус трицепс брахи деп аталады. Олардың яғни 3 басы бар. Ұзын басы, латералды басы, медиалды басы. Ұзын басы капут лонгум, олар буын асты төмпегінен басталады. Латералды басы капут латерали, олар тоқпан жіліктің артқы латералды бетінен бастау алады. Ал медиалды басы олар тоқпан жіліктің артқы бетінен бастау алады. Төмен қарай бағытталып, олар үшеуі бірігіп, аликранонға бекитін болады. Олардың функциясы шынтақ буынында білекті жазу болып табылады. Ал шынтақ бұлшықеттер олар мускулус анканеус. Мускулус анканеус тоқпан жіліктің латералды айдаршығысынан бастау алады да шынтақ жіліктің артқы бетіне барып бекиді. Олардың функциясы жиырылған кезде білекті жазу. Ал енді білек бұлшықеттеріне келеді.